Сіз кімсіз? Осы жайында бұрын-соңды ойланып көрдіңіз бе? Өзіңіздің терең сырлы болмысыңызда кімсіз? Білесіз бе, қазіргі заманымызда әркімнің жеке фотосуреттері бар. Мүмкін сіздің жүргізуші куәлігіңіз бар болар, және көптеген адамдар жүргізуші куәлігінің суреттерінде түрлері тұнжыраған болып түседі. Алайда мен өзіме кез келген құжатқа суретке түскенде кең күлкімен түсуді ережеге айналдырдым. Есесіне кейінірек жиі түрде түрлі адамдардан бұл жүргізуші куәлігінде мен көрген ең қуанышты сурет деген сөздерін еститін болдым. Және осындай астарлап айтқанда, жүргізуші куәлігінің суреті әрқайсымыздың ішкі жан дүниемізде бар. Бұл бейне өзіңізді шын мәнінде қалай қабылдайтыныңызды көрсетеді. Және көбінесе нақ осы нәрсе өміріңізді қалай сүретініңізді және басқа адамдармен құратын қарым-қатынасыңызды анықтайды. Бірақ түйіні мынада: егер бұл бейне жалған болса, егер сурет шындыққа сай келмесе, онда ешқашан өміріңізде Құдай жоспарлағандай сау қарым-қатынастар болмайды. Біз әрдайым өзімізге бөтен бейнелерді киіп көргіміз келеді. Сіздерден мынаны сұрауға рұқсат етіңіз. Сіз бір кездері пазл жинап па едіңіздер? Бұл көңілді түсіреді, солай емес пе? Әсіресе олар 500-600 бөліктерден тұрса. Ал ең алдымен неден бастаған дұрыс, білесіздер ме? Кейбіреулер ең дұрысы бұрыштардан бастау деп айтады. Жоқ, сыртқы шетінен, олай емес. Біреу бірінші бөлшектерді сұрыптап алу керек. Көктерді бір жаққа, қызылдарды екінші жаққа. Жоқ, олай емес. Пазлды жинай бастаудың ең жақсы әдісі қорапшадағы үлгіге қарау. Біріншіден, өндіруші қорабының қақпағында көрсетілген суретті жақсылап зерттеп алыңыз. Содан кейін бұрыштарын, шеттерін және басқаларын табу сіз үшін едәуір жеңіл болады. Менің досымның Диктейдің пазлдарды өте жақсы көретін жақын досы болды. Бір күні оның кезекті туған күнінде Дик оған арнап 2 пазл сатып алды. Оларды үйіне алып келіп қаптауға кірісті. Бірақ оларды қағазға орап лентамен байламас бұрын ол қораптардың қақпақтарын ауыстырып қойды. Оның досының қаншалықты көңілі қалғанын елестетіп көріңіздер. Жігіт қызыл түсті суреті бар қақпаққа қарайды, қорапты ашса, бірде-бір қызыл түсті бөлшегі жоқ. Қақпақтардың ауысып кетуіне байланысты соншалықты қобалжулар. Міне солай біздің заманымызда көптеген адамдар өмірінің пазлын мәдени қақпағының бейнесінен қоғамда дұрыс деп есептелетінмен қоршаған ортаның ойына қарап жинайды. Алайда жаратушының қорабының қақпағымен салыстырып қарағысы да келмейді.